Сәлем достар, бүгін біз алғашқы практикалық жұмысымызды жасаймыз. Практикалық жұмыста Arduino платформасын пайдалану арқылы светодиодты жағып өшіретін боламыз. Бізге керекті компоненттер, оны оң жақ бөлігінен алсаңыздар болады. Ең бірінші Arduino Uno платформасын өзі, одан кейінгісі керегі макетная плата, немесе ағылшынша breadboard деп аталады. Бұл электр компоненттерін тізбектеу және параллель жалғауға арналған. Одан кейін керегі бізге светодиод және резистор. Резистордың номиналын өзгерту үшін үстінен басамыз. Примерно керегі 220 Ом. Бұл резистор светодиод күйіп кетпеу үшін керек. Примерно 90 градусқа бұрып қояйық, оны осылай жалғаймыз. Енді жалғану схемасы қалай болады? Arduino платформамызда негізгі екі пиндар бар. Жоғарыда орналасқан пиндарымыз сандық пиндар деп аталады, ал төменгі бөлігінің оң жағында орналасқан аналогты пиндар. Біздің бүгінгі жұмысымыз сандық пин болғаннан кейін жоғарғы пиндарға жалғаймыз. Светодиодта екі контакт бар, немесе аяқтар деп аталады. Біреуі катод, екіншісі анод. Катодымыз минус, сол себепті бұны Arduino'ның ГНД-сіне жалғаймыз, яғни заземление деп аталады. Электроникада, схемотехникада минусты қара түспен белгілейді, сол себепті жалғаған сымымызды қара түске бояйық. Ал плюсымызды электроникада қызыл түсті белгіленеді. Оны анодқа жалғаймыз через резистор арқылы. Мұны осы тұстан алып, бұны кез келген пинға жалғасақ болады. Мысалы ретінде 10-шы пинімізға жалғаймыз. Оны қызыл түске бояйық. Хорошо. Жалғану схемасы осындай болады. Енді осы Arduino Uno платформамызға программасын жазайық. Алдыңғы сабақта айтқандай, біз текст күйінде жазамыз, сол себепті текстті таңдаймыз. Және осы жерде жазылған программаны толық удалить етіп, басынан бастап жазайық. Бізге керегі Arduino Uno платформамызға, яғни Arduino'ға жазылатын ең негізгі екі функция бар. Ол void setup деп аталады. Setup деп атқанымыз настройка қызметін атқарады, яғни қай пинға жалғағанымызды және қандай режимде жұмыс жасайтындығы осы функцияның ішіне жазылынады. Келесі void setup'тан кейін орындалатын void loop. Бұл loop дегеніміз цикл, яғни бүкіл команданың барлығы осы жерде орындалатын болады. Void setup'қа ішіне pin mode деген жазамыз. Кішкентай әріппен pin mode. Әрбір команданың соңына нүктелі түр қоямыз. Pin mode'ға жазамыз. 10-шы пиніміз. Бұл пиніміз бізде output режимде жұмыс жасайды. Яғни шығыс режимде. Өйткені біз Arduino микроконтроллерінен светодиодқа не береміз? Сигнал береміз. Сол себепті output режимде жұмыс жасайды. Void setup функциямыз осымен бітеді. Келесі void loop'қа көшеміз. Яғни жаңағы айтқандай біз сандық пинда жұмыс жасайтын болғаннан кейін бұл жерге digital write деп жазамыз. Нүктелі үтір қоямыз. Бұл жерге де жазамыз. 10-шы пиніміз жан дейміз. Ол high деген команда беру арқылы орындалады. Начать моделирование дейтінді басатын болсақ, біздің светодиодымыз не істейді? Тек қана жанып тұрады. Бұны жағып өшіру үшін задержка қоямыз. Оны delay деп айтады. Delay. Бұған 1 секунд жағу үшін 1000 миллисекундты көрсетеміз. Өйткені delay миллисекундпен есептелінеді. 1 секундта жанады және 1 секундты өшеді. Ол үшін digital write 10-шы пиніміз өштеміз. Ол үшін low дегенді жазамыз. Бұғанда задержка береміз. Яғни 1 секунд не істеу керек? Өшіп тұру керек. Осылай жасалынады. Начать моделирование дегенді басамыз. Светодиодымыз бізде 1 секунд жанады, 1 секунд өшеді. Қалай орындалады команда? То есть программамыз всегда жоғарыдан төмен қарай орындалады. Сол себепте ең алғаш void setup орындалады. Яғни қай пинға жалған тұрған және қандай режимде тұрғанын көрсетеді.
Бұл программаның басында void setup және бір рет пайдаланады. Одан кейін void loopқа көшеді. Бүкіл циклдің барлығы, жұмыстың барлығы осы жерде орындалады. Светодиод жан, мотор айнал, кез келген бүкіл команданың барлығы осы луптың ішінде орындалады. Қашан бұны тоқтатпайынша. Басамын. Қайта начать моделирование дейтін болсақ, программа қосылады жоғарыдан төмен қарай. Бірінші қай режимде орындалатын барлығы, яғни настройкасы жасалып болғаннан кейін void loopқа көшеді. Бұл біздің алғашқы практикалық жұмысымыз. Және бұл практикалық жұмысымыздың текстовый түрі бар. Оны төменгі, яғни YouTube описаниясында ссылкасын қалдырам. Яғни жалпы біздің осы робототехника STEM бағытына кіретін болғаннан кейін STEM курсы деп аталады. Және Arduino'ның бүгінгі алғашқы практикалық жұмысы. Бұл жерде қандай элементтер керек жаңа, яғни компоненттеріміз, және оның жалғану схемасы. Бұл жерде 13-ші пенға жалғанып тұр. Біздің практикалық жұмысымызды 10-ші пенға жалғанып тұр. Және оның программасы, яғни біздің Arduino'мыздың. Arduino'да жазылған программаны біз скетч деп айтамыз. Және сол программаның астында описаниясы бар. Яғни setup дегеніміз не, loop дегеніміз не, және output дегеніміз не, pin mode дегеніміз не, барлығы осы жерде жазылып тұр. Егер қандай да бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Келесі сабақта көріскенше.